Сіз осы сұлулықтың жолында адам сенгісіз құрбандыққа барған ессіздер жайлы не білесіз? Біз сізге тарихта болған ең қауіпті 7 сән трендтерін ұсынамыз. Фонтанж. 18 ғасырдың аяғында парик сәннен қалды. Ендігі кезекте өте жоғары шаш үлгісі сәнге айналды. Мұндай шаш үлгісін фонтанж деп атады. Шашты әртүрлі заттармен өңдеді. Бұндай шаш үлгісін жууға немесе тазалауға мүмкін болмады. Ханымдардың басына ағаш шыбықтардан жасалған жақтау салынып, шілтер, қауырсындар мен гүлдер жабыстырылды. Кейбір сән қуған әйелдер шаштарын сәндеп кемелерді басына тұрғызды. Бұлай жүру өте ыңғайсыз болатын, және мұндай шаш үлгісін бөлшектеу де қиынға соқты. Уақытында шашты күтіп жумағандықтан